Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін желкедегі мойындағы тұзды үй жағдайында қалай кетіруге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Тұзды кетіру ағзадағы 60% ауруды емдегенмен бірдей. Әлем елдерінің 1/3 бөлігі мойын мен желкеге жиналған тұздан зардап шегуде. Жас талғамайтын бұл ауруды емдеуге халық емі де өз үлесін қосуда. Желкедегі тұзды жою үшін біз сіздерге үй жағдайында жасай алатын ем түрлерін ұсынамыз. Тұз жиналудың басты белгілері: басыңыз ауырады және айналады, қан қысымыңыз бірден көтеріледі, қолдарыңыз ұйып қалады, жауырын мен көкірек айналасында ауырсыну болады, арқаңыз бен беліңіз ауырады, бойыңызда әлсіздік билеп, тез шаршайтын боласыз. Міне осындай жайсыздықтар сезіле бастаса, демек желкеге немесе мойынға тұз жиналды деген сөз. Мұның соңын айықпас дертке ұластырмай, аурудың алдын алыңыз. Ең бірінші, қыздырғыш компресс жасаңыз. 300 грамм медициналық спиртті 10 граммнан камфор спирті мен йодты араластырыңыз. Оған ұнтақталған 10 дана анальгин дәрісін қосыңыз. Дайын болған қоспаны желкеңізге, мойныңызға жағып, сыртынан жылы орап қойыңыз. Осылайша 4-5 емнен соң оң нәтижесін байқайсыз. Және де бал алоэ компрессы. 150 грамм араққа 100 грамм ерітілген бал мен 50 грамм алоэ сөлін араластырыңыз. Дайын болған қоспаны ауырған жерге жағып жатыңыз. Емді тәулігіне 2 рет жасау керек. Сонымен қатар сарымсақ пен зімбір компрессы бар. Сарымсақ пен зімбір майда үккіштен өткізесіз. Қоспаны мойынға, желкеге массаж жасай отырып жағыңыз. Егер құрғақ болса, аздап ерітілген сары май немесе ментол қосуға болады. Сонымен қатар шайқурай мен майынан компресс жасауға болады. Алдымен майды дайындап алыңыз. Ол үшін 150 грамм үлгілген шайқурай, оның орысшасы зверобой. Сол гүлмен және жарты литр шырғанақ майын араластырасыз. Ыдысымен ыстық суға салыңыз және булап қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң майды салқын жерге қойыңыз. 3 күннен соң дайын болған емді майды жақсылап шайқап алып, мойын мен желкеге жағыңыз. Емделу мерзімі 10-12 күн. Сонымен қатар картоп пен бал компрессы де бар. Бір дана үгілген картоп пен біраз қасық жылы балды араластырып, қатты мақтаға жағыңыз. Оны ауырған жерге таңып, сыртынан жылы орап қойыңыз. Бұл емді үзбей 3 күн жасасаңыз, мойындағы, желкедегі тұздан бір жолы айығасыз. Сонымен қатар май мен жұмыртқа компрессы де бар. Жүгері ұны мен 3% сірке суды араластырыңыз. Оған көпіртілген жұмыртқа мен жарты стакан өсімдік майын қосыңыз. Қоспаны банкіге құйып, бетін жауып, тоңазытқышқа қойып қойыңыз. 2 күннен соң банкіні жақсылап шайқап алып, ем ретінде тұз пайдаланған жерлерге компресс жасаңыз. Осы компрессті көрсетілген мерзімге дейін қолданып жүрсеңіз, желке мен мойынға мініп алған ауырлықтан арыласыз. Өзіңізді жеңіл сезініп, бойыңызға сергектік сыйлайсыз. Сонымен қатар бірқатар ескертулер де бар. Халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет.